Қыстың аязынан және де көктем кезінде күннің бір жылынып, бір суытуынан ағаштың қабығында, жеміс ағаштарының діңгектерінде қандай да бір жаралар болуы мүмкін. Және де сонымен қатар ағаш діңгек бойында біз кескен бұтақтарды кескен орындардан шырын ағу жағдайлары болуы мүмкін. Осы нәрселердің арты жараға айналып кетпеу үшін және де жеміс ағаштардың бойында бұрыннан бар жараларды емдеу үшін бізге көктем және де жаз кездерінде дәрілер қажет. Сол дәрілерді дайындауды қазір мен сіздерге көрсетемін. 2 дәрі жасаймыз, оның бірі сұйық, екіншісі қою жақпа түрінде. Енді бірінші сұйық түріне келетін болсақ, бұл дәріні жасау үшін бізге тотиаин қажет. Ол енді орысша айтқанда медный купорос. Тотиаинның 4 немесе 5% ерітіндісін дайындауымыз керек. Мен әдетте жарты литрлік осындай ерітінді дайындап қоямын. Соны қолданып бітіп жатсам, тағы да дайындаймыз. Сондықтан да маған қазір жарты литр ерітіндіні дайындау үшін, егер де 4% қылып жасайтын болсам, онда маған 20 грамм тотиаин қажет. Осы 20 граммды өлшеп аламыз. 20 грамм тотиаинді өлшеп алдық. Енді оны банкаға салып, үстіне ыстық судан құямыз. Ыстық болғанда ыстықтығы 50-60 градустай, жылыдан көбірек. Жылы су болса да жеткілікті, жылы немесе ыстықтау су болса, тотиаин жақсы ериді. Салқын суда еру қиындау болады, сондықтан да суды алдын ала осылай жылытып аламыз. Тотиаинді осылай банкаға енді жылы суға ерітеміз. Ерітіндіміз бұлай дайын болып қалды. Бұл еріген дәрімізді енді бұның нақты мөлшерін белгілеу үшін біз оны жарты литрлік бутылкаға құямыз. Сүзгі арқылы, өйткені ары қарай біз оны бүріккіш арқылы қолданамыз. Сондықтан да сүзгіден өткізіп, таза күйінде дәрімізді құйып аламыз. Дәрімізді аз ғана мөлшердегі суға ертіп алғаннан кейін бутылкаға құйдық. Енді судың жалпы көлемін жарты литрге жеткіземіз. Былай айтқанда осы бутылканы толтырамыз. Енді бізде 4%-дық жарты литр тотиаин ерітіндісі дайын болды. Енді бұл дайын болған ерітіндімізді спрейдің ыдысына құйып аламыз. Белгілі бір мөлшерде әзірге бұл тұра тұрсын. Енді бізде мына екінші дәріміз бар, жақпа түріндегі дәрі. Бұл дәріні дайындауды қазір мен сіздерге көрсетемін. Содан кейін барып, бұл дәрілерді қай жерге, қалай және де қай уақытта қолдану керек, сол туралы көрсетіп және де сөз етеміз. Енді біз сол жараны емдейтін дәрі жасаймыз қазір. Мына жерде бізде әк, известь, орысша айтқанда соның жарты килограммдайы мына жерге суға ертіліп дайын тұр. Бұған 1 килограмм әкке 50 граммдай тотиаин ерітіндісін қосса болады. Бұл жерде бізде жарты килограмм шамасында қазір 20-25 граммдай тотиаин ертеміз. Тотиаин ол көк дәрі, немесе медный купорос 30 грамм. Бұға салсын. 30 грамм. Бұны ыстық суға ертеміз. Салқын суда ертілмейді. Банкаға саламыз да үстіне ыстық суды құямыз. Ыстық болғанда қатты қайнап тұрған суға жетеміз. Шамамен 50-60 градус. Жылыдан кішкене ыстықтау болса жеткілікті. Сондай суда бұл жақсы ериді. Шамасы бізде тотиаиніміз еріп болды. Бұны енді суға ертілген әкке араластырамыз. Осының үстіне құя саламыз. Осындай тамаша түске енеді енді. Бұған енді сазды топырақ жерді қазған кезде, тереңдеу жерден алған кезде 1 метр тереңдіктен осындай таза саз емес, енді бұл сазды топырақ, саз араласқан. Содан
аздап қосамыз. Әкті суға ерттік, оған тотияйын қостық, оған саз топырақ қостық. Сонымен бұл енді біздің дәріміз дайын. Мынау енді тамаша жараларды жазғанға, емдегенге бұл тамаша дәрі. Жақсы жазады жараны. Бірақ та бұның бірден бір кемшілігі бұл жаңбырдан кейін бұл ағып кетеді. Қазір бұны осы күйі жақсақ, бұл жаңбырға бірден ағып кетеді, одан кейін қайта жағу керек болады бұны. Осы күйінде жаздың күні қолданса болады. Жаңбыр жоқ кезде, құрғақ мезгілде осыны қолданса, бұл тамаша жазады ауруды. Бұған енді бір қосатын нәрсе, мына жерде эмульсиялы бояу. Бізде үй ақтайтын, үй жұмыстарынан қалған осындай бір бояу бар, содан алып, бұған осы бояудан қосамыз. Өйткені бұл дәрінің суға, жаңбырға төзімділігін кішкене арттыру керек бізге. Сонымен біз 4-тен 1 шамадағы көлемде эмульсиялық бояудан дәрімізге араластырдық. Ол біздің дәріміздің жаңбырмен ағып кетуінің алдын алады. Мына тұрған жеміс ағашында мына сияқты кесілген орындар бар. Міне тұр мына бұтақтың бойында. Одан кейін мына бұтақтың бойында бірнеше кесілген орындар бар. Міне тұр. Одан кейін мына ортаңғы діңгектің бойынан кесілген жерлер бар. Ортаңғы мына жетекшінің өзі кесілді, одан кейін мына жанындағы бұтақтар. Ең басты ағашқа қауіп төндіретін осы жара орындары мына ортаңғы діңгектің бойындағы жаралар. Егер де осы жаралар жазылмайтын болса, мына бүкіл ағаштың құруын алып келеді. Егер де мына жан жағындағы бұтақтарда бір зақымданса, мысалы үшін мына жақтарда бір зақым болса, біз мына тірі бұтаққа қарай былай бағытын бұрсақ, бұл жаңарып қайтадан қалпына келтіруге болады. Бір бұтақ, 2 бұтақ, одан ағаш бір ештеңе жоғалтпайды. Ал енді мына ортаңғы діңгектен бір ауру басталатын болса, немесе шіру, немесе жаңағыдай мына қабықтың асты шырыштанып, мына қабықтың өз қызметін атқаруы жоғалатын болса, ол кезде мына ағаштың толық қурауына алып келеді. Сондықтан да осындай діңгек бойында қандай да бір жаралар, кесілген жерлер бар болса, осы дәріні міндетті түрде осыған қолдануымыз керек. Мына жерде де ана жолы кесілді, міне. Ортаңғы діңгек кесілгеннен кейін әрқашан ол жерде шырыштану болады. Өйткені мына шырын келіп мынаған түйісіп жатыр. Бұрын жоғары жақта болған биік жан жаққа кетіп тұрған бұтақтар. Ал енді қазіргі күнде ол жоқ. Оған не істейді? Оған шырынды беруге тырысады ағаш. Енді оны уақытында залалсыздандырмасақ, бұл жерге насекомалар келіп өзінің жаңағыдай неше түрлі бактерияларын қалдырып кетуі мүмкін. Сол жағдайлардың алдын алу үшін бұған мына ерітіндімізді осыған шашамыз. Бұл енді медный купорос деген, ол өте тамаша дәрі. Бұның ойлап табылғанына ғасыр болса да, осыдан жақсы дәріні әлі күнге ойлап табылған жоқ. Енді кейбір дәрілер бар, тапсин, деген сияқтылар бар, ағаштың қабығын, жараларын емдеуге. Бірақ ол дәрінің, тапсиннің қолжетімділігі өте төмен. Қолжетімсіз былай айтқанда. Біріншіден ол табыла бермейді, екіншіден бағасы өте қымбат. Сондықтан да осыны үнемі қолданамыз. Ағаш жараларын жазуға және де жараның алдын алуға үнемі қолдану қажет. Алдымен осыны сұйық түріндегісін шашып, біраз құрғатып алғаннан кейін, екінші жақпа дәрімізді жағатын болсақ бұл жерге, ол жараның жазылуы тамаша жазылады. Өйткені мынаның тотияйнның әсері біріншіден ол бактерияларды өлтіреді. Ол жерге қонған неше түрлі патоген микробтарды өлтіреді. Екіншіден бұл жараның қалыптасуына, жазылуына әсер ететін сондай бұның қасиеті бар. Екі жақтап әсер етіп, осы ортаңғы діңгектің аман қалуын біз қамтамасыз етеміз. Мына жерде де міне діңгекке жақын болған жараларды
залалсыздандыру сәті. Енді бұл дайын мына ерітіндіні, сұйық дәріні ана үлкен шашатындарға да құюға болады. Негізі литрлік андай үйдегі гүлдерге қолданып жүретін үлкен шашатындар болады ғой. А енді мынаны кішкентай спрейге қолданатын себебім, бұл дәрі жапыраққа тимеу керек. Бұл дәрінің концентрациясы өте жоғары. Жапыраққа тисе күйдіріп түсіреді. Жапырақ күйіп кетеді. Ал енді қабыққа зиян жоқ. Керісінше пайдасы бар. Қабықты бұл күйдірмейді, қабықты жазады. Сондықтан да мен бұны кішкентай осындай спрейге қолданамын да, сол локально тигізу үшін ғой. Жараның өзіне, әдетте жаралар үлкен болмайды, осы сияқты 2-3 рет осылай шашылса жеткілікті. Және де ертең бұларда жапырақ ашып, бұлар өсіп кетеді. Жапырақ ашқаннан кейін де бұларды 1-2 рет қолданатын кездер болады. Сондықтан да жапыраққа тигізбеу үшін осы сияқты кішкентай спрейдің ыдысына құйып аламын. Сол кезде мынау дәл шашқан жеріңе ғана тиеді. Жан жағындағы жапырақ басқа нелерді зақымдамайды бұл. Сондай тағы да қосымша мәлімет. Одан кейін мына тұрған алма ағашы. Бұл жерде де бірнеше жаралар бар. Міне кесілген орын мынау. Мынау кесілген орын міне жақында ғана кесілген. Енді мынау сияқты жазылғандары бар. Мыналар, мынау ашық тұрған және де үстіңгі жағындағы, олар ағашқа қауіп төндіреді. Мынау енді қауіпсіз. Ол жаны былай жазылып, жабылған, жаны жабылды. Енді толық жабылып кетуі ғана қалды. Ал енді мына жаралар бұл ағаштың несіне қауіпті. Бұл жараларды уақытында жазбасақ, мына тікандардың қалпына келуін қамтамасыз етпесек, мына ағаштың өміріне қауіпті. Бұл енді үлкен ағаш кәдімгідей. Былай қарағанда енді бұл бой аласа кішкентай ағаш көрінуі мүмкін. 2,5 метр ғана биіктігі, мына жыл сайын кесіп отырғаннан. Ал бірақ енді мына діңгектің жуандығын қараңыз қандай. Ол үлкен ағаш. 12 жылдық па сондай, 12-13 жылдық ағаш бұл деген. Сондықтан да сонша жыл енді жеміс беріп тұрған ағашты біз бұған қарамасақ, еңбегіміз босқа кетуі мүмкін. Бұған да осы алдын ала сұйығынан шашып аламыз. Одан кейін осы жер біраз құрғағаннан кейін екінші жақпа дәрімізді осыған жағамыз. Кәдімгі мына немен алып, щетканы алып, осыған жағып қоямыз. Осы нәрселерді бір көктем кезінде жазға дейін 1-2 рет қайталап жасаса, жарамыз жазылып кетеді. Менде ана полиядағы алма бағында, о жақта ағаштарымда өте сұмдық нелер болды, аурулар болды. Өткен алдыңғы жылы көшеттерді алып келіп отырғызғаннан кейін питомниктен ауру болып келді. Ағаштарымның 60% ауру болып келді. Енді ана жерде неше түрлі аурулар болды, бір ауру емес, бірнеше түрлі аурулар болды. Ана тәлімбақтарда дұрыс қаралмаған көшеттер болса керек. Олармен ешқандай енді дауласып ештеңе оларға пайдасыз нәрсе. Сондықтан да мен оларды емдеумен айналыстым. Осы дәріні ғана жаз бойы қолданып, енді дәу жаралар бар, мүмкіндік болып жатса мен көрсетем. Кәдімгідей үлкен жаралар бар, жазылып кеткен. Сондықтан да бұл дәрі өте мықты дәрі. Уақытылы қолданса және де дұрыс пайдаланса, бұдан артық ештеңе жоқ. Осындай аз ғана уақытымызды бөлемізді. Әдетте бұл сияқты ағаштарымыз көп болмайды. Үлкен ағаштарда кесу жасаған кезде бір-екі ағашта ғана осындай болуы мүмкін. Менде бір ағаш, тағы да 2 үлкен ағашта осындай, 3 ағашқа ғана сондай біз аса жоғары көңіл бөлуіміз керек. Қалған жас ағаштарда ол ешқандай қауіпті емес. Жас ағаштар өздері жазып алады жарасын, кескен орынды өздері жазып алады. Ал енді осы сияқты үлкендеу ағаштар, оларға кішкене қиындау түседі. Өйткені мына қабық аздап ескірген. Бұлардың жеміс беруі бар. Жеміс беруде ағашты әлсіретеді. Бұлар көп жеміс салған кезде, бар күшін жеміске берген кезде, бұлардың жараны жазуға, ол жерге түскен инфекцияны емдеуге бұлардың мүмкіндігі болмайды. Сондықтан да біз қосымша көмек берген кезімізде өз еңбегіміз біздің заяға кетпейді, және де ағашымыздың өмірі ұзақ болады. Бүгінге осындай қысқаша мәлімет. Пайдалы болған болса, лайк батырмасын басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Амандықта кездескенше.